Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Үрбіш Әмір. Бүгін каналымызда осындай барлығымызға таныс зебра пирогын жасайтын боламыз. Дәл осы рецептімен жасасаңыздар, осындай биік, жұмсақ, сухой болып шықпайды. Ең дұрыс рецепті деп сіздерге 100% кепіл бере аламын. Ең бірінші керек заттардың барлығы бөлме температурасында болуы тиіс. Сонда пирог жақсы көтеріледі. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Осылай кішкене көпіріп бастап жатқанда қантты 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Сонда қант жақсы және тез ериді. Міндетті түрде қант еруі тиіс. Жұмыртқалы масса көлемін 2-3 есеге дейін осылай үлкейіп, әппақ болғаннан кейін бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды қосамыз, немесе пісте майын қоссаңыздар болады. Енді айранға ас содасын қосып, жақсылап 5-10 секундтай ішінде араластырамыз. Реакция беріп, осылай көпіріп бастайды. Осы кезде сұйықтығымызды массамызға қосып, миксердің көмегімен ең төменгі жылдамдықпен миксерлейміз. Сармай толықтай ерігенше миксерлейміз, ішінде іртік болып қалмауы тиіс. Менде бұл жерде жарты шай қасық разрыхитель әуелі ұнға араластырып аламыз және міндетті түрде ситадан өткіземіз. 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Осы кезде миксерде емес, шанышқыны немесе венчикті қолданып араластырыңыз. Осы кез маңызды сәт, себебі қатты тез араластырсаңыз, массамызды басып алуымыз мүмкін, сондықтан ол көтерілмей қалады. Жайлап жоғарыдан төмен қарай ақырын араластырамыз. Консистенциясы кішкене сұйықтау масса болады. Енді мұны теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао қосып, осында жақсылап араластырып аламыз. Менің формам тортқа арналған осындай темір кольцо, астын фольгамен қаптап қойдым. Диаметрі 22 сантиметр. Енді әр қайсысына 2 қасықтан алып, тура форманың ортасына қарай орналастырамыз. Бір-бірінің үстіне дәл осылай орналастырып шығыңыздар. Және әр қайсысына жеке қасық арнаңыз. Осы кезде пешті 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып қоямыз. Массаның бітуіне аз қалғанда бір-бір қасықтан салып шығамын, сонда менде зебра әдемі көрінеді. Таяқшаның көмегімен бетін әдемілеп узорлар сызып шығамыз, дәл осы видеодағыдай. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Менде 35 минутта пісті, піскенін таяқшамен тексереміз, құрғақ, таза болып шығу керек. Енді бұны толықтай қалпынан шешіп, суытамыз. Құрметті көрермендер, дәл осы зебра пирогын неше түрлі әдіспен жасап көргенмін. Тек осы айранға сода қосу арқылы ғана биік, әдем болып шығады екен. Тіпті сүтпен де қолданып көрдім. Менде дәл осы рецептпен бірінші істегеннен осылай көтеріліп, жұмсақ болып шықты. Пирог ешқандай да құрғақ болмайды, өте дәмді, бетін жауып, холодильникке 4-5 күнге дейін сақтауға дейін болады екен. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен Үрбіш Әмір.